Сәлеметсіңдер ме, 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз алгебра пәнінен квадраттық теңсіздіктер жүйесі тақырыбындағы 20-4, 25, 26 есептерді шығаратын боламыз. Бірінші 24-ші есеп, бірінші есеп. 4х азайтылған 4 азайтылған x квадрат үлкен 0-ден, екінші теңсіздік 3х минус 2-нің квадраты үлкен 3,161-ден. Ең алдымен бұл теңсіздіктерді шешкен кезде әр теңсіздікті жеке-жеке шешіп аламыз. Бізде бірінші жоғарысындағы теңсіздік, ол бізде квадраттық теңсіздік түрінде болады. Сонда оны коэффициенттермен бөлек-бөлек жазып алсақ, минус x-тің квадраты қосылған 4х азайтылған 4-тен 0. Осы квадраттық теңсіздікті дискриминант арқылы шығарамыз. Ал астындағы теңсіздікті, яғни екінші теңсіздікті біз екі жағында түбір астынан шығарып аламыз. Яғни түбір асты 3х минус 2-нің квадраты 3х минус 2 болып шығады. Ал 3,161-ден түбір астынан шығарған кезде 1,9 болады. Сонда 3х минус 2 тен 1,9, 3х минус 2 тен минус 1,9 деп екі теңдеуді шығаратын боламыз. Жоғарысындағы теңсіздікті шығаратын болсақ, яғни дискриминант бойынша b квадрат минус 4ac формуласына салып, 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 1 көбейтілген минус 4, сонда 16-дан 16 азайтсақ 0. Яғни бізде дискриминант 0-ге тең болған кезде бізде x-тің тек қана бір жауабы болады. Сонда минус 4 бөлінген 2 көбейтілген минус 1, яғни жауабы 2. Сонда бізде жоғарысындағы теңсіздіктен бір ғана жауап 2 деген жауап шығады. Енді астындағы теңсіздікті бұлай екі теңдеуге бөліп жазғаннан кейін астына шығарамыз. Сонда 3х-тен 1,9 қосылған 2 болады. 3х-тен 3,9, x-ін тен 1,3. Екінші теңдеуім 3х-тен минус 1,9 плюс 2, 3х-тен 0,1, x-тен 0,103. Енді оқушылар теңсіздіктің жауабын жазған кезде осы жерде мұқият боламыз. Осы квадраттық теңсіздіктер жүйесі тақырыбындағы ең маңызды сәт осы алған жауаптарымызды координаталық сәуледе кескіндеу. Бірінші бізде екі шықты, үлкен жоғары теңсіздігінде екі шықты, ол бізде кірмейді, сондықтан боямаймыз. Және де бізде үлкен 0-ден деген мәндер болып тұр. Үлкен 0-ден деген мәндер, яғни ол 2-ден плюс шексіздікке дейінгі мәндердің жауабы барлығы үлкен болады. Таңбаларын анықтап аламыз. Мысалы, 2-дің мына жағындағы кез келген санды 0-ді қойып көрейік мына теңсіздігімізге. Сонда 0-дің квадраты 0, қосылған 0, азайтылған 4, яғни 2-нің сол жағында бізде минус таңбалар болады. 2-нің 10 жағындағы кез келген санды қойған кезде осы теңсіздігімізде бізде 10 таңбалар шығады. Яғни 2-ден плюс шексіздікке дейінгі жауап. Астындағы теңсіздігімізде 0,103 пен 1,13-ті белгілеп аламыз. Енді қараймыз, мына жақта бізде x-тің таңбасы 10 болғандықтан, x-тің таңбасы 10 болғандықтан, шеткі екі таңбалары менде бұл жақта 10 болады. Яғни, мына жақтағы кез келген санды алып қоятын болсақ, мына теңсіздіктен 10 жауаптар шығады. 1,13-тің 10 жағындағы кез келген сандарды қойсақ, 10 сан шығады. Сонда бізде сұрап тұр 10 мәндерін. Сонда 10 мәндерін белгілейміз. Минус шексіздіктен 0,103-ге дейін, 1,13-тен плюс шексіздікке дейін. Енді оқушылар жауабын берген кезде біз қалай береміз? Екі жақта да, яғни бірінші теңсіздікте де және екінші теңсіздікте де боялып тұрған аумақты есептің жауабы ретінде береміз. Сонда бізде есептің жауабы былай болып тұр. 2-ден плюс шексіздікке дейін, және 2 бізде жай жақша, өйткені ол сан бізде кірмейді. Сонда есептің жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейін деп жауап береміз. 20-4, үшінші есеп. 7х минус 4 минус 3х квадрат кіші немесе тең 0-ден, 2х квадрат қосылған 3х минус 5 үлкен 0-ден. Бұл екі теңсіздігімізді бөлек-бөлек шығарып аламыз. Сонда бірінші теңсіздігіміз минус 3х квадрат қосылған 7х минус 4 тең 0-ден, яғни бірінші квадраттық теңдеуіміз. Екінші квадраттық теңдеуіміз 2х квадрат плюс 3х минус 5 тең 0-ден.
Сонда бірінші теңдеуде не болады? Дискриминантым тең 7-нің квадраты 49 азайтылған 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген минус 4. 49 азайтылған 48, яғни дискриминант 1-ге тең. x1 мен x2-ні анықтайтын болсақ, минус 7 плюс минус 1 бөлінген 2 көбейтілген минус 3. Сонда минус 7 плюс 1 минус 6, минус 6 бөлінген минус 6, жауабы 1. Минус 7 минус 1 минус 8, минус 8 бөлінген минус 6, 4 бөлінген 3, немесе 1/3-тен 1, яғни жоғарысындағы теңсіздіктен осы екі жауап шықты. Төмен екінші теңсіздіктен, яғни дискриминант тең 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 5, 9 көбейтілген 40-тен 49. Сонда x1 мен x2-ні анықтасақ, минус 3 плюс минус 7 бөлінген 4. Бір жауабым 1 шықты, бір жауабым минус 2/3-тен 4 шықты. Осы теңсіздіктерді енді белгілейміз. Координаталық сөйлеуде бірінші теңсіздікті белгілейміз 1 мен 1/3-тен 1. Оқушылар, мен әрдайым айтамын, минус 3 x квадраттың таңбасына қараймыз. X квадраттың таңбасы бізде теріс болса, онда екі шеткі сандары бізде теріс болады. Яғни мына жақта бізде минус болады. Бізде бұл жақта теріс таңбаларын, яғни 0-ден кіші таңбаларын сұрап тұрғандықтан, минус шексіздіктен 1-ге дейін, 1/3-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Бірінші теңсіздіктің жауабы. Екінші теңсіздіктің жауабы белгілейміз. Бұл жақта бізде минус 2/3-тен 4 және 1 болғандықтан, және де бұл жақтағы x квадраттың таңбасы 10 болғандықтан, яғни плюс мәндерін сұрап тұр. Және де бізден не деп тұр? 10 сандарын сұрап тұр, яғни 0-ден үлкен сандарын сұрап тұр. Сонда минус шексіздіктен минус 2/3-тен 4-ге дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Екінші теңсіздіктің жауабы. Енді екеуінде де боялып тұрған аумақ бізде қайсысы? Минус шексіздіктен минус 2/3-тен 4-ге дейін, және де 1/3-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін есептің жауабы болады. Төртінші есеп, бесінші есеп, 14 азайтылған 3x азайтылған 2x-тің квадраты кіші 0-ден, 3x квадрат қосылған 5x үлкен 8-ден. Бұл жақта коэффициенттер бойынша жазып мынау теңсіздікті, яғни квадраттық теңдеу ретінде жазып аламыз. 14 азайтылған 3x азайтылған 2x квадрат тең 0. Екінші теңсіздіктегі 8-ді теңсіздікті мына жағына жібереміз. Сонда 3x квадрат қосылған 5x азайтылған 8 тең 0 болады. Екеуін жеке-жеке шығарып аламыз. Сонда жоғарысындағы теңсіздіктен бізде минус 2x квадрат минус 3x қосылған 14 тең 0 болады. Бұны дискриминант арқылы табатын болсақ, минус 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 2 көбейтілген 14. 9 көбейтілген қосылған 112, 121 болады. Сонда x1 мен x2 3 қосылған 11 бөлінген. Минус 4 ол минус 3/5. 3 азайтылған 11 бөлінген минус 4 жауабы 2. Яғни бірінші теңсіздіктің жауабы минус 3/5 пен 2 болады. Оны қазір белгілейміз. Так, екінші теңсіздік 3x квадрат қосылған 5x азайтылған 8-тен 0, дискриминант тең 5-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 8 көбейтілген 3. Сонда 25-ге 96-ны қоссақ 121. Сонда дискриминант таптық 121. x1 мен x2-ні анықтайтын болсақ, минус 5 плюс минус 11 бөлінген 6. Бір жауабым 1, екінші жауабым минус 2/6. Енді оқушылар есебімізді белгілейміз. Минус 3/5 2-ні бұл жақта бізде қандай кіші мәндерді сұрап тұр. Бізде кіші мәндер минус шексіздіктен минус 3/5-ге дейін болады. 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Себебі бізде x квадраттың таңбасы теріс, сондықтан екі шеткі таңбалары бізде минус болады. Екінші, бізде 10 мәндерін сұрап тұр, 0-ден үлкен болғандықтан, бізде x квадраттың таңбасы 10 болғандықтан, 10 мәндері бізде екі шеткі нүктелері болады. Сонда астындағы теңсіздіктің жауабы минус шексіздіктен минус 2/6-ға дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін. Енді екеуінде де боялып тұрған аумақ ол бізде минус шексіздіктен минус 3/5-ге дейін, бірігу 2-ден плюс шексіздікке дейін деп жауап береміз. Оқушылар, келесі есеп шығарамыз. 25-ші есеп. Бұл жақта мен жұп есептерін шығарамын. Қалған есептерді оқушылар өздеріңіз осы есептерін шығару жолдарына қарап шығарып аласыздар. Менің каналымның мақсаты сіздерге дайын есепті көшірту емес, сіздерге түсіндіру болғандықтан, және де сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер, міндетті түрде.
Так, екінші есеп 32 азайтылған 5х азайтылған 3х квадрат кіші 0-ден. Екінші теңсіздік минус 3х квадрат қосылған 5х үлкен минус 8-ден. Енді коэффициенттерін дұрыстап жазып аламыз. Бірінші а тұру керек, сосын б коэффициент, сосын с коэффициент. Сонда минус 3х квадрат минус 5х плюс 32 кіші 0-ден. Екінші теңсіздігіміз минус 3х квадрат қосылған 5х қосылған 8, яғни минус 8-ді мына жаққа жіберіп аламыз, плюс 8 қып үлкен 0-ден. Енді осы екі квадраттық теңдеу ретіне келтіріп аламыз. Мына үлкен немесе кіші таңбаны ауыстырып тастап, сосын дискриминант арқылы x1 мен x2-нің мәнін табамыз. Сонда минус 5-тің квадраты 25 азайтылған 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген 32, 409 болады. x1 мен x2 плюс 5 плюс минус түбір асты 409 бөлінген 2 көбейтілген минус 3. Мына жақта мен 409-ды сразу былай 20,1 қылып примерно шығарып алдым. Мектеп оқулықтарыңызда есептің жауабы там түбір астымен қалдырып қойған. Былай да шығарсаңыздар болады, былай да шығарсаңыздар да болады, есепте қате болмайды. Сонда 5 қосылған 20,1 және бөлінген минус 6 ол минус 4,2 болады. 5 азайтылған 20,1 бөлінген минус 6, есептің жауабы 2,5. Бұны қазір кескіндеп көрсетеміз. Екінші теңсіздігіміз дискриминанттен 25 азайтылған 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген 8, 25 қосылған 96, 121, сонда 121 түбір астынан 11 болып шығады. Сонда x плюс 1 мен 2 бізде минус 5 плюс минус түбір асты 121 бөлінген 2 көбейтілген минус 3. Сонда минус 5 қосылған 11 ол бізде минус 5 плюс минус 5 минус 11 ол бізде минус 16 болады. Минус 6 бөлінген минус 6 ол бізде 2. Минус 5 қосылған 11 плюс 6, 6 бөлінген минус 6 ол минус 1 екен. Сонымен енді осы есептерімізді жазамыз. Алған сандарымызды координаталық сәуледе белгілейміз. Минус 4,2 және 2,5. Бірінші теңсіздігіміз осылай. Жаңағы x квадраттың таңбасы теріс болғандықтан екі жағы бізде минус. Бізде 0-ден кіші болып тұрғандықтан теріс таңбаларын сұрап тұр. Сонда минус шексіздіктен минус 4,2-ден 2,5-ден плюс шексіздікке дейін бірінші теңсіздіктің жауабы. Екінші теңсіздік бізде x квадраттың таңбасы теріс болғандықтан екі шеті минус болады. Бізде бірақта бұл жақта үлкен 0-ден мәндерін сұрап тұр. Яғни минус 1-ден 2,6-ға дейін есептің жауабы болады. Енді екі жақта да белгіленіп тұрған аумақ бізде 2,5-ден 2,6-ға дейін екеуі де бізде жай жақша болады. Есеп 14 азайтылған 3х азайтылған 2х квадрат кіші 0-ден 3х квадрат қосылған 5х үлкен 8-ден. Енді теңдеу ретінде жазамыз. 14 азайтылған 3х азайтылған 2х квадрат 3х квадрат қосылған 5х минус 8 үлкен 0-ден деп, 8-ді мына жаққа минус болып ауыстырамыз. Енді екі теңсіздігімізді бөлек-бөлек шығарып аламыз. Минус 2х квадрат азайтылған 3х қосылған 14-ден 0, дискриминанттен минус 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 2 көбейтілген 14. Дискриминанттен 121 болады. Сонда x1 мен x2-ні анықтаймыз. 3 плюс минус 11 бөлінген 2 көбейтілген минус 2. Сонда минус 14 бөлінген 4 ол минус 3,5. Екіншісі 8 бөлінген 4 ол 2 болады. Екінші теңсіздігімізді дәл осылай теңдеу ретінде шығарып аламыз. 3х квадрат қосылған 5х азайтылған 8, дискриминанттен 25 азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 8, сонда 121-ге тең болады. x1 мен x2 екіміз минус 5 плюс минус 11 бөлінген 2 көбейтілген 3, 1 мен минус 2,6 шығады. Енді осы алған сандарымызды координаталық сәуледе кескіндейміз. Бірінші сәуледе минус 3,5 пен 2 болады. X квадраттың таңбасы теріс болып тұр, сондықтан екі жағы минус болады. Және де кіші 0-ден десе, яғни минус сандарын сұрап тұр. Минус шексіздіктен минус 3,5-ке дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Екінші теңсіздік бізде 3х квадрат таңбасы 10 болып тұр, яғни екі жағы плюс болады. Және де үлкен 0-ден сұрап тұр, сонда бізде минус шексіздіктен минус 2,6-ға дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін есептің теңсіздіктің жауабы. Енді екі жағында да белгіленіп тұрған аумақ.
Сонда екі жағында да белгіленіп тұрған аумақ ол бізде минус шексіздіктен минус 3,5-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін бізде екі жағы да белгіленіп тұр. Сонда есептің жауабы осы болады. 20-да 5-ші есеп, 6-шысы 5,4 азайтылған 3,4х азайтылған 2х квадрат үлкен немесе тең 0-ден минус 3х квадрат қосылған 7,5х үлкен 0-ден. Енді бірінші жоғарысындағы теңсіздікті жаңағы минус 2х квадрат минус 3,4х қосылған 5,4 үлкен немесе тең 0-ден деп дәрежесін кему ретімен жазып аламыз айнымалының. Екінші теңсіздігімізді жаңағы бұл бізде толымсыз квадраттық теңдеу болғандықтан x-ті, яғни ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Сонда минус x-ті жақша сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде 3х азайтылған 7,5 үлкен 0-ден қалады. Енді бұл екінші теңсіздігіміз сразу шығарып алатын болсақ, бір жауабымыз x-тен 0 болады, екінші жауабымыз 3х азайтылған 7,5-тен 0, яғни әрқайсысын жеке 0-ге теңестіреміз. x-тен 7,5 бөлінген 3, сонда екінші теңсіздігіміздің жауабы x-тен 0 және x-тен 2,5. Енді бірінші теңсіздігімізді дискриминант арқылы тауып алсақ, минус 3,4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген, минус 2 көбейтілген 5,4. Сонда 11,56 қосылған 43,2 тең 54,76. x1 мен x2-ні анықтасақ, 3,4 қосылу плюс минус 7,4. Мынау бізде түбір астынан 7,4 шығады. Бөлінген 2 көбейтілген минус 2. Сонда минус 2,7 және 1 жауабы. Енді жаңағы бірінші теңсіздігімізді белгілейміз. Бізде x квадраттың таңбасы теріс, яғни екі жағы теріс болып тұр. Бірақ бізде 0-ден үлкен мәндерін сұрап тұр. Сонда минус 2,7-ден 1-ге дейін бірінші теңсіздіктің жауабы. Екінші теңсіздікте бізде 0 және 2,5 деген сандар шықты. Бұл жағда да бізде x квадраттың таңбасы теріс, екі жағы да минус болып тұр. Бізде 0-ден үлкен мәндерін сұрап тұр. Сонда 0-ден 2,5-ге дейінгі аумақты белгілейміз. Яғни есептің жауабы екі жағында да белгіленіп тұрған аумақ ол бізде 0-ден 1-ге дейін. 0 бізде кірмейді, сондықтан ол бізде жай жақша, 1 бізде кіреді, ол бізде тік жақша болады. 20-да 6-шы есепті шығарамыз. Берілген функцияның анықталу облысын табыңдар. Бұндай есептің шығару жолын сіздерде кітапта мысалда көрсетілген, мен тағы да сіздерге түсіндіріп жіберемін. Бұндай есептің жаңағы анықталу облысын табыңдар десе, онда бізде қалай болатын еді? Түбір астынан бізде теріс сандар шықпау керек. Сондықтан біз түбір астындағы өрнекті үлкен немесе тең 0-ден деп әрқайсысын жеке-жеке осылай екі координаталық жаңағы жазықтықта жазып, екеуінің жауабын бөліп бірге шығаратын боламыз. Сонда біріншісі 3х квадрат азайтылған 4х қосылған бір үлкен немесе тең 0-ден дейміз. Екіншісі x квадрат минус 4 үлкен немесе тең 0-ден деп шығарамыз. Сонда мына жақта уже квадраттық теңдеу ретінде шығарамыз. 3х квадрат қосылған минус 4х плюс 1 тең 0. Ал x квадрат минус 4-ті жаңағы теңдеу ретінде шығаратын болсақ, x-іміз тең плюс минус 2 болады. Минус 4-ті теңсіздіктің мына жағына плюс 4 болып шығарамыз. Ал 4 бізде 2 мен минус 2-нің квадраты. Ал енді жоғарысындағы бірінші теңсіздікті жаңағы теңдеу ретінде құрып, квадраттық теңдеу ретінде дискриминант арқылы тапсақ, дискриминанттен минус 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген 1. Сонда 16 азайтылған 12, ол бізде 4. x1 мен x2-ні анықтайтын болсақ, 4 қосылу плюс минус 2 бөлінген 6. Сонда бір жауабым 1 болады, екінші жауабым 3-тен 1. Енді осыны бір координаталық жазықтықта кескіндеп көрсетейік. Бірінші теңсіздікте бізде 1 мен 3-тен 1 шықты, 1-ден 3 шықты, 3-тен 1 шықты. Енді бұл жақта бізде x квадраттың таңбасы 10, яғни жаңағы 10 болғандықтан және 10 мәнін сұрап тұрғандықтан мен минус шексіздіктен 3-тен 1-ге дейін және 1-ден плюс шексіздікке дейін аумақты белгілеп алдым. Жаңағы қараңыздар, бірінші теңсіздігімізді жоғарысына белгілейін бояймын, екінші теңсіздігімізді астыңғы сандарға бояймын. Екінші теңсіздігімізде плюс минус 2 шықты, минус 2 және плюс 2-ні белгілеп аламын. Бұл жақта да біз x квадраттың таңбасы 10 болғандықтан және 10 мәндерін сұрап тұрғандықтан минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін аумақты белгілеймін. Енді екеуінде де белгіленіп тұрған аумақ, ол бізде минус шексіздіктен минус 2-ге дейін тік жақша болады, шексіздіктер ғана жай жақша болады. 2-ден плюс шексіздікке дейін есептің жауабы болады. 6 үшіншісі
Үшіншісі бұл жақта да x квадрат азайтылған 4x қосылған 5 түбір астында қосылған 9 азайтылған x квадрат түбір астында. Бұл жақта да анықталу облысын табу үшін әр жаңағы осы түбір астындағы өрнектің әрқайсысын жеке үлкен немесе тең 0-ден деп шығарып аламын. Сонда бірінші теңсіздігім теңдеуге айналып кеткенде x квадрат азайтылған 4x плюс 5 болады. Мына жақта 9-ды теңдеудің мына жағына минус 9 болып шығарады, минустар қысқарып кетеді. Екінші жағында да сонда x-тен плюс минус 3 болады. 9 дегеніміз плюс 3 пен минус 3-тің квадраты. Жоғарысындағы теңсіздікті шығарамыз. Енді дискриминант арқылы минус 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 5. Сонда 16-дан 20-ны азайтсақ минус 4. Бізде білеміз теріс таңбалы санда бізде дискриминанттың мәні анықталмаған болады. Сонда бізде есептің жауабы ретінде екінші теңсіздіктің жауабын ғана айтамыз. Ал бізде екінші теңсіздіктің жаңағы таңбасы теріс болғандықтан екі жағы бізде минус болады, ортасы плюс болады. Сонда есептің жауабы минус 3-тен плюс 3-ге дейін болады. Бесінші есеп y-тен минус 3x квадрат қосылған 4x қосылған 15 түбір астында қосылған түбір асты x квадрат азайтылған 49. Бұны да жеке-жеке үлкен немесе тең 0-ден деп белгілеп аламыз. Сонда минус 3x квадрат қосылған 4x қосылған 15-тен 0 бір теңдеу. x-тен мына жақта плюс минус 7 болады. 49 деген 7 мен минус 7-нің квадраты. Сонда минус 3x квадрат қосылған 4x қосылған 15-тен 0. Дискриминант арқылы табатын болсақ 4-тің квадраты 16, азайтылған 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген 15. Ол бізде 196. 196 ол 14-тің квадраты. Сонда минус 4 плюс минус 14 бөлінген 2 көбейтілген 3 тең 10 бөлінген 6. Ол минус 1,6 және плюс 3 шықты. Енді осыны белгілейтін болсақ, жоғарысындағы теңсіздікте бізде плюс минус 7 болды. Минус 7 плюс 7 белгілеп аламыз. X квадраттың таңбасы 10 болғандықтан екі шеті бізде 10 болады. Және де 10 мәндерін сұрап тұрғандықтан минус шексіздіктен минус 7-ге дейін, 7-ден плюс шексіздікке дейін жауап болады. Екінші теңсіздік бізде жаңағы таңбасы x квадраттың теріс болып тұрғандықтан, яғни екі шеті минус болады, ортасы плюс болады. Бізде 10 мәндерін сұрап тұрғандықтан минус 1,6-дан 3-ге дейін есептің жауабы болады. Енді қарап тұрсақ, бізде екі жағында да, яғни бірінші теңсіздікте де, екінші теңсіздікте де ортақ боялып тұрған аумақ жоқ. Сондықтан есептің жауабын